Референдум жай рәсім емес, бұл стратегиялық шешім. Қабылданатын таңдау елдің даму бағытына, қоғамдық, саяси ахуалға және келешек ұрпақтың өмір саласына әсер етуі мүмкін. Сондықтан бұл науқанға бей-жай қарауға болмайды. 15 наурыз күні жалпы ұлттық маңызы бар референдум өтеді. Халық бұл саяси науқан жайлы не біледі? Қатысуға дайын ба? Сұрап көрейік. Жалпы әрбір азамат, Қазақстан азаматы қатысуы тиіс, 18 жастан асса. Ол да әркімнің жауапкершілігі деп ойлаймын. Яғни, осы біздің конституциямызға жалпы болғанда 30 жылдан асты. Мен білетіндей, бізге де жаңа өзгерістер керек. Бірақ атап өткенде біздің конституцияда көптеген өзгерістер болды. Мысалы ата кетсек, Францияда 1789 жылдан декларация 11 рет қана өзгеріс енгізілген. Ал біздің Қазақстанның конституциясында 1100-ден астам өзгеріс енгізілген. Енді осы референдум арқылы біз осы жаңа конституцияны енгізіп, басқа да заң бөлімдерін өзгертуге деген бұл құлшыныс деп ойлаймын. Біраз өзгерістер болайын деп жатыр. Біз қазақстандық мемлекетімізде оған қуана қарап жатырық, оның бәрін действительно қолдап жатырық. Мен өзім бірінші рет дауыс берейін деп тұрмын, себебі 18 жасқа өзім осы жыл толдым. Бірінші рет дауыс берейін деп тұрмын. Жалпы референдум ол жаңа заңдар жинағы, жалпы жаңа Қазақстан үшін керек дүние деп ойлаймын. Референдум негізі болған дұрыс деп ойлаймын. Себебі заңның өзгергені қазір 70% емес, 84% өзгерген деп жатыр екен. Ол уже осы қоғамдағы адамдардың құқықтық санасының өсіп жатқанын тудырады байланысты да. Сол енді мен лично өзім ойым осы тілге байланысты, менде осы тілге байланысты мәселе. Бағана қазақ тілі мен орыс тілі қатар деген сияқты. Ол тек қана қазақ тілі болсын деп өзім ойлаймын іштей. Сауалнамаға қатысқан тұрғындардың пікірлері әртүрлі. Дегенмен көпшілігі референдумды ел болашағы үшін маңызды қадам деп санайды. Референдум бұл жай ғана дауыс беру емес, бұл елдің ертеңіне тікелей әсер ететін тарихи таңдау. Шынар Ықтиярқызы, Өмірхан Исмаил, 77 News.